Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, серігі жоқ жалғыз екендігіне куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім-тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, бүгін сіздермен Рамазан дұға айы деген тақырыпта сұхбаттасамыз. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Аллах Тағаланың Рамазан айының оразасымен байланысты түсірген аяттарының арасында өте әдемі бір аят түсірілген. Біздің бағымызға қарай Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иза саалака ғибади анни фа инни қариб. Және де менің құлдарым сенен, ей пайғамбар, мен жайында сұраған кезде сөзсіз мен өте жақынмын. Осы аяттағы осы сөздердің бір сырын түсінуіміз үшін Құранда келтірілген кейбір аяттарға назар аударсақ, адамдар пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам әртүрлі істердің үкімдері жайында сұрастырған. Мысалы, «Ва ясәлунака анил ятама». Олар сенен жетімдер жайында сұрауда. «Қул ислаху лахум хойр». Айт оларға, жетімдерді тәрбиелеп, түзету хайырлы істеп. Ясәлунака анил шахрил харами қиталин фихи. Олар сенен қасиетті ай жайында сұрайды, яғни қасиетті айдың ішінде соғысу үкімі жайында. Қул қиталун фихи кабир. Айт оларға, ей пайғамбар, қасиетті айдың ішінде соғысу ол өте үлкен күнә. Ва ясәлунака анил махиди. Олар сенен етеккір жайында сұрайды. Қул хуа аза. Айт оларға, етеккір зиянды нәрсе деп. Яссалунака анил анфали. Олар сенен соғыстан түскен олжалар жайында сұрайды. Қулил анфалу лиллахи вар расул. Айт оларға, ей пайғамбар, олжалар Аллаға және елшіге тән деп. Осы айтылған аяттарда қандай нәрсені байқадық? Құрметті жамағат, олар сенен сұрайды, айт оларға. Олар сенен сұрайды, айт оларға. Олар сенен сұрайды, айт оларға, ей пайғамбар деп. Ал енді дұғамен байланысты аятқа келетін болсақ. Ва иза саалака ғибади анни фа инни қарибун. Және де, ей пайғамбар, менің құлдарым сенен мен жайында сұраған кезде, айт деген сөзді айтпаған. Осы жерге назар аударыңыз. Айт оларға деген сөзді Аллах Тағала айтпаған. Бірден өзі айтып жатыр. Фа инни қарибун. Күдіксіз мен өте жақынмын дейді. Осы жерде біздің түсінетініміз, құрметті жамағат,
Құлымның маған қарай мінәжат жасауында, маған қарай дұғамен шығуында ешқандай серіктің, дәнекердің, делдалдың қажеті жоқ дейді. Құл менімен тікелей байланысқа шыға алады деп отыр. Тікелей. Міне Аллах Тағала өте ұлы Алланың есігі, оған дұғамен байланысқа шығам деген құл үшін ешқандай кедергісіз, дәнекерсіз, серіксіз, оп-оңай ашық тұрған нәрсе екен. Бұл дүниеде біреудің есігінің алдына бару үшін қаншалаған таныстарды іздейді, қаншалаған дәнекер керек, байланыстыратын адамдар керек, оған қаншалаған уақыт керек. Алайда әлемдердің Раббысына қарай байланысқа шығам деген құл үшін тек қана «Я Раббым» деген сөз ғана керек екен. «Я Раббым». Дұға деген сөз, құрметті жамағат, өзі шақыру деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах Тағалаға «Я Раббым», «Я жаратқаным», «Я Құдайым» деп байланысқа шығу. Құрметті жамағат, мейлі дүниелік қажеттіліктеріміз болсын, мейлі ақыреттік қажеттіліктеріміз болсын, мейлі дүниелік уайымдарымыз болсын, мейлі ақыреттік уайымдарымыз болсын, осының барлығын бір Алланың өзімен шешуге болады. Тек қана бізден, жан дүниемізден шыққан «Я Раббым» деген үніміз мұқтаждың үні, мұқтаж құлдың үні. Аллах Тағала мұқтажсыз, мұқтаждың мұқтажсызға байланысқа шығуы неткен керемет нәрсе. Міне егерде біз Раббымызға қарай дұғамен шығатын болсақ, жаңағы аятты толық оқитын болсақ, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Егерде сенен менің құлдарым дейді, менің құлдарым мен жайында сұраған кезде сөз жоқ, мен өте жақынмын. Сөйтіп осы өте жақын қасиетін түсіндіріп жатыр. Уджибу дағвата дағи иза дағани. Маған қарай дұға еткен кезінде дұға жасаушының дұғасына жауап беремін дейді. Сосын бізге дұғамызға жауап берілудің екі шартын түсіндіреді. Фәлиястажибу ли. Құлдарым маған да жауап берсін. Яғни Аллах Тағала біздің мұқтаждығымызға жауап береді. Біз де Аллах Тағалаға бойұсыну арқылы жауап берсек. Яғни біздің Аллаға деген жауабымыз ол бойұсынуымыз, оның айтқанымен жүруіміз. Аллах Тағаланың айтқанымен жүруіміз үшін, ол үшін міндетті түрде иман деген ірге тас керек. Сондықтан да Аллах Тағала екі шартты баяндап отыр. Фәлиястажибу ли. Олар да маған жауап берсін. Валиюмину би. Және де маған иман келтірсін. Лағаллахум яршудун. Бәлкім олар саналы құлдардан болар, парасаттылардан болар, естілерден болар дейді. Сондықтан құрметті жамағат, естілік қасиетінің, парасаттылық қасиетінің, ақылдылық деген қасиеттің негізгі өзегі, мәні қай жерде жатыр десек, дұғада жатыр екен, құрметті жамағат. Дұға деген ақылдылықтың белгісі екен. Раббыңа жалынуыңыз, жалбарынуыңыз, сыйынуыңыз. Жалпы дұғаның өзі екі түрлі мағынада жүзеге асады. Оның біреуі «Я Раббым» деп біз шақырған кезімізде, мінәжатқа кірген кезімізде, одан еш нәрсе сұрамаған, алайда тек оны мақтаумен айналысқан кезіміз болады. «Я Раббым, неткен керемет едің,
кемшілік сипаттардан пәксің, күллі мақтау бір өзіңе тән, күллі жақсылық бір өзіңнің елігіңде деген осындай мақтау сөздерді айтуыңыз Аллаға қарай, дәріптеуіңіз, пәктеуіңіз. Не бұл да дұға. Өйткені дұғаның негізгі мағынасы Алла тағаламен байланысқа шығуыңыз, шақыруыңыз, Раббым деп. Сол кезде Раббыңыз сізді естуші, және сіздің айтып жатқан сөздеріңізді қабылдаушы. Сіз оны дәріптеп жатсыз. Не бұндай зікір мағынасында болса да, бұл дұға. Мысалы, Аллах Тағала Юнус сүресінде жәннаттықтардың дұғалары туралы айтады. Жәннаттықтарды Аллах Тағала күллі нығметтеріне бөлеген кездерінде, енді олар мұқтаж болатын нәрсе жоқ онда. Аллах Тағала олардың күллі жағдайын жасаған жәннатта. Сонда олардың Раббыларын шақырулары, дағуахум фиха субханакаллахумма, олардың ондағы дұғалары, Раббыларын шақырулары, кемшілік сипаттардан пәк Аллахым деп бастайды екен. Сондай-ақ олардың дұғаларының соңы туралы айтады. Ва ахиру дағуахум, олардың дұғаларының ақыры, соңы анилхамдулиллахи раббил аламин, барлық мақтау әлемдердің Раббысына тән деп. Немесе өзіміз күнделікті 5 уақыт намазымызда оқып жүрген Әл-Фатиха сүресі. Әл-Фатиха сүресі ол дұға, ол намаз. Мысалы, оның әуелгі бөлігі Аллах Тағаланы дәріптеу мағынасындағы дұға. Кейінгі бөлігі біздің Аллах Тағаладан тура жолды сұрау дұғамыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмбетіне баяндаған Әл-Құдси хадистерінің бірінде Аллах Тағала бұлай деген екен. Қасамтус салата бәйни ва бәйна абди нисфайни. Мен намазды, дұғаны, яғни Фатиха сүресін, өзім мен құлымның арасына тең жартыға бөліп қойдым дейді. Уәлі ғабди мәсәәлі, және де құлыма сұрағаны болады. Фәиза қоләл ғабду, қашан құл Алхамдулиллахи Раббил аламин дегенде, Аллах Тағала құлым мені мақтады ғой деп айтады дейді. Қараңыздар, сіздің әрбір Раббым деп бастаған сөзіңізді Аллах Тағала естуші, және Алланың да сізге айтары бар екен. Міне Алхамдулиллахи Раббил аламин деген кезіңізде Аллах Тағала құлым мені мақтады ғой деп айтады екен. Ва иза қал ар-рахманир рахим, ал құл ар-рахманир рахим деп айтқан кезде Аллах Тағала әсна алайя ғабди, құлым менің мақтауымды асырды ғой деп айтады екен. Ва иза қала малики яумиддин, құл малики яумиддин деп айтқан кезде Аллах Тағала мәджәдәни ғабди, құлым менің дәрежемді асқақтатты ғой. Фаувада илайя ғабди, құлым өзін маған табыстады ғой, яғни қиямет күннен қорқып. Фәиза қала ияка нағбуду ва ияка настағин, қашан құл ияка нағбуду ва ияка настағин деп айтқан кезінде Аллах Тағала хаза бәйни ва бәйна ғабди, уәлі ғабди мәсәәлі. Міне бұл аятта менің де хақым бар, құлымның да хақысы бар, және де құлыма сұрағаны беріледі дейді. Өйткені ияка нағбуду деген кезімізде саған ғана құлшылық қыламыз. Яғни анау Алхамдулиллахи Раббил аламиннен бастап ияка нағбуду деген жерге дейін бұл Аллах Тағаланы дәріптеу дұғамыз екен. Аллах Тағаланың хақысын бердік. Енді біздің хақымыз басталады. Ва ияка настағин, және сенен ғана жәрдем тілейміз деген сөзден бастап. Және де құлыма сұрағаны беріледі дейді. Сосын құл ихдина сиротал мустақим, бізді тура жолмен жүргізе көр,
Сыраталлазина анғамта алейхим, нығметке бөлеген құлдарыңның жолымен, ғойрил мағдуби алейхим, вәләддаллин, ашуға ұшырағандардың емес, және де адасқандардың емес деген кезімізде Аллах тағала хәзәли ғабди, міне бұл құлымның хақысы, уәли ғабди мәсәлі, және де құлыма сұрағаны беріледі дейді. Міне құрметті жамағат, Аллах тағала бізге осындай керемет сүресін түсіріп, оны әрдайым 5 уақыт намазымызда, парыз намаздарымызда да, нәпіл намаздарымызда да оқып жүруімізді бұйырды. Міне бұл Аллах тағаланың бізге сүйіп түсірген дұғасы. Бұл дұғаны өзі жаңағы хадисте намаз деп атады. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисін айтқан: Афдалу зикри ла илаха иллаллах. Зікірдің ең абзалы ол ла илаха иллаллах деген сөз. Ва афдалу дуғаи, ал дұғалардың ең абзалы альхамдулилля дейді. Яғни осы Әл-Фатиха сүресі. Осы дұғамен байланысты, яғни дұғаның әдебімен байланысты бір аятқа назар аударатын болсақ, Аллах тағала Әл-Ағраф сүресінде былай деп үйретеді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Удғу раббакум тадарруған ва хуфиятан. Раббыларыңды жалынған, жалбарынған күйде, және де іштеріңнен құпия түрде шақырып тілеңдер дейді. Дұғаның әдебі. Біз кішкентаймыз, біз ұсақпыз. Аллах тағала өте ұлы. Біріншіден, жалынған күйде дегенде, сен шынымен де өзіңнің кішкентай екендігіңді көрсетудесің Аллах тағалаға. Және бұл сізге жарасады. Және бұл Аллах тағалаға ұнайды. Және де іштеріңнен құпия түрде дегені ықыласқа зиян тиіп кетпес үшін. Рия деген нәрселер көңілді бұлғамасы үшін. Аллах тағала осындай әдептерін үйретеді. Кез келген уақытта Раббымызға жалынатын, дұға қылып тілейтін кезімізде Раббымызды жалынған, жалбарынған күйде, және де ішімізден құпия түрде шақырғанымыз Аллах тағалаға ұнайды екен. Егер де бұны басқаша істейтін болсақ, аяттың соңында иннаху ла юхиббул муътадин, расымен де Аллах тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді дейді. Яғни жаңағы айтқан әдептерін ұстанбасақ, онда бұл дұғада шектен шығуымызға жатады екен. Сондай-ақ біздің жан дүниемізде Аллах тағаланың азабынан қорқу, және де Аллах тағаланың рахымын үміт ету деген қос қанатымыз дұрыс қалыптасу үшін Аллах тағала келесі аятында вадғуху, және де Аллах тағаланы хауфан, одан азабынан қорыққан түрде, ва томаған, рахымына үміт еткен түрде шақырып дұға қылыңдар дейді. Инна рахматаллахи қарибу минал мухсинин. Айтқан әдебімді, айтқан ісімді өте әдемі жасайтын құлдарына Аллах тағаланың рахымы өте жақын дейді. Сондай-ақ құрметті жамағат, бұл дұға біздің негізгі осы дүниеге келудегі мақсатымыз болғаннан кейін Алла тағаламен екі арамызда осындай сыйыну, тілеу, сұрау, жалыну, жалбарыну деген қасиеттер жүзеге аспаған кездерінде көбінесе өзіміздің білімдерімізге, қабілеттерімізге салып жіберген кезде, өйткені Аллах тағала ризығымызды, ғұмырымызды белгілеп қойғаннан кейін, сол нәрсе біздің жақсы болайық, жаман болайық беріле бергеннен кейін біз алданамыз. Міне сондай алданып, Алламен екі арада дұға деген нәрсе жұмыс істемеген кездерде Аллах тағала бір бәле сынақтарын жібереді. Ол жерде Алла тағалаға шүкір етіп жатқан құлдар да бар, шүкір етпей жатқан құлдар да бар. Бірақ жалпы Аллах тағала сондай бір бәле сынағын жібереді. Сондағы
адамзаттан көзделетін нәрсе кімде-кім шүкір етіп жүрген болса сол күнге дейін, онда оның шүкірлігін одан әрі арттыру үшін, оның дұғасын одан әрі зорайту үшін, ал кімде-кім сол күнге дейін шүкір етпеген болса, онда осы Раббысымен екі арада өліп қалған дұға деген тақырыпты тірілтіп бастауын қалағаны. Себебі Аллах Тағала Әл-Анғам сүресінде мынандай бір аятында білдірген: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва лақад арсална иля умамин мин қаблика. Ей пайғамбар, біз саған дейінде қаншалаған үмбеттерге елшілерімізді жіберген кезде, сөйтіп олар елшілеріміздің оларға ескерткен аяттарын, ақырет туралы айтылған аяттарымызды, қиямет сағаты туралған аяттарымызды теріске шығарған кездерінде, фаахазнахум бил бәсаи ва дарраи, біз оларды бәз бір уақыт мал-мүліктеріне зиян келтіру, денсаулықтарына зиян келтіру сүннетімізде ұстаған едік. Лағаллахум ятадаррағун, бәлкім олар жалынар деп, жалбарынар деп, дұға деген тақырыпты тірілтер деп. Қазіргі елімізде де болып жатқан сел, ол осы тек қана Алла мен екі арадағы дұғаны тірілту үшін ғана болып жатқан нәрсе. Себебі Аллах Тағала бізге Фурқан сүресінің соңында былай деген қағидасын баяндаған: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айт деп бұйырған: Құл мә яғбау бикум робби ләула дұғаукум. Айт оларға: ей пайғамбар, менің Раббым деген сөзге назар аударыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Тағаламен бірге. Ал біз ше, дұға, аятқа назар аударайық. Айт оларға: ей пайғамбар, егер де сендердің дұғаларың болмаса, Раббым сендерді несіне керек қылсын дейді. Қараңыз, әсте мұқтаж емес Аллах Тағала бізге. Ал біз мұқтажбыз. Міне осындай мұқтаж кезімізде, жаңағындай сынақтарға салған кезінде жалынбай қайда барасың? Тек қана жүрегі қатайып кеткен адамдар болмаса, жалынбай, жалбарынбай қайда барасың? Аллах Тағала осылайша өмірдегі орныңды, түпкі мақсатыңды, бағытыңды реттеп алу үшін осындай бәле сынақтарды жібереді. Сондағы мақсат ең бірінші орында тірілетін нәрсе жан дүниеміздегі дұға. Раббым деген. Раббым, менен қателік кетті. Раббым, сен пәксің. Кешіре көр, мен түсіндім деген нәрсе ғана керек. Болды. Осы нәрсе егер айтылатын болса, бағанағы аятында уәде етті ғой: мен өте жақынмын деп. Мен өте жақынмын дейді. Ешкімге мұқтаж қылмай, тек қана өзіне қарай байланысты реттеуіңді қалайды. Әлемдердің Раббысы, күллі дүние мен ақыреттің хайыры оның иелігінде. Егер де сенің онымен байланысың болса, сенің онымен байланысың осы дұғаңда, сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам афдалул ғибадати дұға деген, күллі ғибадаттың ең абзалы дұға дейді. Өйткені ғибадаттың өзегі осы жерде жатыр. Аллаға жалбарынуың, Аллаға сыйынуың, Алладан тілеуің, Алладан сұрауың. Егер де біз Аллах Тағаладан тілемейтін болсақ, сұрамайтын болсақ, өзіміздің осы белгіленіп қойған ризығымыз бен ғұмырымызға алданып, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге мынандай нәрсені ескертеді: Мән ләм ясалиллаха яғдабу алейхи. Кімде-кім Алладан сұрамайтын болса, Алла оған ашуланады дейді. Тағы бір риуаятында: Мән ләм ядғуллаха субханаху ғадиба алейхи. Кім кемшілік сипаттардан пәк Алладан тілемесе, дұға жасамаса, онда Аллах Тағала оған ашуланды дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, құрметті жамағат. Егер де адамдардың біреуінен барып бір нәрсе сұрайтын болсаңыз, сіздің келгеніңізге ренжіп, ашуланады адамдардың басым көпшілігі. Жан дүниелерін сараңдық билегеннен кейін, тәкаппарлық билегеннен кейін,
өзімнің біліміммен, біліктілігіммен, қабілетіммен жеттім дегеннен кейін міне осындай адамдардан барып бір нәрсені сұрайтын болсаңыз, адамдар қуанбайды, ашуланады, ренжиді. Міне. Ал Аллах Тағала керісінше сұрамасаңыз ашуланады. Өйткені ол шексіз байлықтың иесі, мәңгіліктің иесі. Күллі дүние мен ақыреттің қайыры оның иелігінде. Оның иелігіндегі шексіз байлықты сұрамай не болды бізге? Не көрінді бізге? Міне, әрбір күнің сол байлықты сұрау үшін берілді емес пе? Сұра. Ал Раббыңнан мүмкіндік беріліп тұрған кезде сұрайық соны. Аллах Тағаланың байлығы шексіз. Ол бізге қанша берсе де, бір инені теңізге батырған кезде ине қанша нәрсені алып шығады теңізден. Сондай ғана кемімесе, Аллах Тағаланың мүлкі кемімейді. Ол сол мүлкінен сені байыту үшін осы тура жолды беріп, осындай дұға деген нәрсені сізден күтіп отыр. Егер де сіз бұны жасамасаңыз, одан сұрамасаңыз, онда бұл біздің ақылсыздығымыз ғой. Парасаттылықтан жұрдай болғанымызда біздің. Осы селмен байланысты Сәба сүресіндегі бір аяттарға назар аударатын болсақ, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лақад кана ли сабаин фи масканихим ая. Расында да Йемен еліндегі Сәба елді мекенінің қоныстарында Аллах Тағаланың нығметтерінің шексіз екендігіне және де сол нығметтерге шүкірсіздік жасалып жатқандығына қатысты бір аят бар. Бір белгі болған еді. Ол қандай белгі, қандай аят? Джаннатани ан яминин ва шималин. Саба елді мекенінде екі бақ бар еді дейді. Екі үлкен бақ, бәленбай шақырымдарға созылып жатқан. Небір жеміс ағаштары өсіп тұрған екі үлкен бақ бар еді дейді. Біреуі елдерінің оң жағында орналасқан, екіншісі елдерінің сол жағында орналасқан. Бірнеше шақырымдарға созылған бақтар. Міне сонда оларға Раббыларыңның ризығынан жеп, оған шүкірлік етіңдер деген бұйрық берілген еді. Осылайша Раббыларыңа шүкір етулерің арқылы бәлдәтун тойгиба, өте бір жақсы бір ел болыңдар. Роббун ғафур, және де Раббыларың сендерге өте кешірімді болады деп. Фаағраду фаарсална алейхим сайлал арими وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Алайда олар Алла Тағаланың нығметтеріне шүкірлік ету амалынан теріс кетті. Алла Тағалаға жалынуды да, жалбарынуды да, сыйынуды да күллі нәрсені істен шығарды. Яғни сол өздеріне берілген нығметтер осылай жалғаса бере ме деп ойлады. Сонда біз оларға суларын бөгіп тұрған платиналарын сындырып, жойқын селді жібердік дейді. Қазірде де мысалы адамдар Алла Тағаланың ісімен байланыстырмай көптеген бір басқа бір мағыналарда сөйлеп жүру мүмкін. Міне бұл платинанда да айтса болады, дұрыс қарамағандықтан сондай болып кетті деп. Алайда Аллах Тағала егеу құйрықтарды жіберіп, жаңағы платинаның астыңғы жақтарына үгітіп, сөйтіп оны құлатады да, оның артында тұрған күллі суды Сәба елінің жаңағы үстіне, бақшаларының үстіне сел қылып жіберген екен. Сөйтіп олардың кереметтей екі бағын, жемістері ащы, жыңғылды, сондай бір
азғантай мардымсыз бір жеміс беретін сидір ағаштарына ауыстыра салдық дейді. Болды. Егер де адам қайтадан Раббысына қарай сыйынып бастап, қателігін түсінетін болса, Аллах тағалаға ол бақшаларын одан да керемет бақшаға айырбастай салуы, ол оның байлығына ешқандай қиындық тудырмайды. Тек адам баласы мәселені қай жақтан болып отқанында түсінуге де жарамаймыз. Алламен байланыстыруға да жарамаймыз мәселені. Әйтеуір бір адамдардың айтып жүрген сөздеріне еріп, басқа бір себептерге, басқа бір сайларға қарай кетіп қаламыз. Күллі нәрсені Аллах тағаламен байланыстыра алсақ, Аллах тағала күллі істерімізді орнына ретіне келтіріп береді ғой. Міне осының барлығы осы дұға үзілген кезде болады, құрметті жамағат. Өйткені ғибадат дұғадан басталады. Бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай: ад-дұғау хуәл ғибада. Дұға деген ол ғибадат. Ғибадаттың ең абзалы дұға дейді. Міне Сәба мемлекетіне осындай сел жіберілгеннен кейін Аллах тағала мынандай қорытындысын айтып жатыр: «Зәлика жазайнахум бима кафару». Нығметтерімізге шүкір етпегендері үшін біз оларды солай жазаладық. «Вахал нуджази иллал кафур». Сондай-ақ біз шүкірсіздерден басқаларды жазалаушы ма едік дейді. Міне қағиданы Аллах тағала апайқын бізге түсіндіріп жатыр. Сондай-ақ қайсы бір ауданда сел болмай жатса, сол ауданның адамдары да ойлауы мүмкін: олар өздері дұрыс болмаған, содан кейін болған ғой деп. Әсте дұрыс емес бұл қорытынды. Себебі ақылды адам деген ол көршісі жаңағындай бір қателік жасап, басына бір тауқымет тауып алса, сол көршісінің тауқыметінен сабақ алатын адамды ақылды адам деп айтады. Сол арқылы өзіне сабақ ала білген адамды. Міне осындай адамның көзі көреген, жүрегі дұрыс жұмыс істеп тұр деп айта аламыз. Ақылдылық, парасаттылықтың бәрі сенің басыңа түспесе де, қасыңдағы бір адамның басына түскеннен сабақ ала алатын адам болсақ, онда біз ақылды болып алдық деген сөз. Сонда сол кездегі ақылдылығыңыз, яғни көршіңіздің басына түскен қиындықты көрген кезде сіздің ақылдыңыз қалай істейді? Я Алла, олардың басына түскен нәрседен бізді аман алып қалғаныңа шүкір. Әйтпесе біз олардан қаншалықты жақсы едік. Шүкір Раббым, біреулердің басына түскен нәрсе арқылы көзімізді ашып жатқаныңа деген. Ақылдылық дұғамен байланысты нәрсе. Дұға болмаған жерде жаңағындай бір саяси анализдер кетуі мүмкін. Оның күллі Алланың қасында түк те шешпейді. Сондықтан ақылдылық дұғамен байланысты нәрсе. Сондай-ақ құрметті жамағат, Аллах тағаладан сұраған кезімізде, тілеген кезімізде Аллах тағала бізге бір маңызды нәрселерді үйретеді. Мысалы Әл-Бақара сүресінде: «Фаминан наси ман яқулу раббана атина фид дуния ва ма лахум фил ахирати мин халақ» дейді. Адамдардың іштерінде бұлай деп айтатындары бар дейді, дұға тілеген кезде: Раббымыз бізге осы дүниеде берші деп. Яғни осы дүниеде біреу мансап сұрайтын шығар, осы дүниеде ұрпақ сұрайтын шығар. Тек осы дүниеде берші деп ұрпақты сұрайды, не мансапты сұрайды, не сауда сұрайды. Әйтеуір кез келген бір ризығын сұрайды осы дүниені. Міне дұғалары осындай болған адамдарға дейді, ақыретте ешқандай үлес несібе жоқ дейді. Ұрпақ сұрайтын болсақ та, құрметті жамағат, біз өзі Құранда үйреткендей зурриятан тойиба, құр ұрпақ керек емес, бірақ ізгі жақсы ұрпақ бере көрші деген. Сұрап жатқан нәрсеңнің өзі Алланың алдында ақылдылыққа жату керек, парасаттылыққа. Құр ұрпақты сұрау деген нәрсе ақылдылық емес ол. Оны барлық сұрауда. Алайда ізгі жақсы ұрпақ берші деген кезіңізде сіздің мақсатыңыз
жан дүниеңіздің биік екендігі көрінеді да. Ұрпақты не үшін сұрап атқаныңыз көрінеді. Құр ұрпақты сұрап атқан адам емессіз. Сондықтан да жаңағындай дұғаларда адамдардың біреулері Раббымыз бізге осы дүниеде берші деп айтады дейді. Алайда оларға ақыретте ешқандай үлес жоқ дейді. Олай болса қалай сұрау керек біз Раббымыз деп сұрайтын болсақ? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Адамдардың іштерінде дұғаның кезінде былай деп айтатындары бар. Раббымыз бізге дүниеде жақсылық берші, және ақыретте де жақсылық берші, және де бізді от азабынан сақташы. Яғни осы дүниеде мен үшін қандай нәрсе жақсы болса, менің иманым үшін, дінім үшін, отбасым үшін, дүниеде сенің алдыңдағы абыройымды, қасиетімді жоғалтып алмас үшін қандай нәрсені мен үшін жақсы деп білсең, сол нәрсені берші дейсің. Аллах тағалаға табыстайсың. Өйткені бізге көрініп жатқан әрбір жақсы нәрсе, бәлкім мен үшін ол жақсы емес шығар. Бәлкім ол күндердің бір күні менің иманыма зиян тигізетін шығар, құлшылығымды әлсірететін шығар. Мен Раббымнан Аллах тағала маған бір сауда нәсіп етіп атқан болса да, Раббым мына сауда маған сені үміттіріп жіберетін нәрсе болмасын. Мына сауда менің дүнием мен ақыретімде сені разы қылатын нәрсе ғана болсын. Ондай болмаса, бұны мені одан алшақ қыл деген мағынада осындай дәрежеге дейін сіз дұға жасай алу керексіз. Міне, дүниеде қай нәрсе мен үшін қайырлы болса, жақсылық болса, соны бер маған. Ақыретте де маған жақсылық бер. Және де біздің мақсатымыз дүниемен шектелмейді. Сол себептен дұғаның соңына қараңыз, Алла тағала нені үйретіп отыр. Және бізді тозақ азабынан, от азабынан сақташы дейді. Міне, парасаттылық. Немесе Аллах тағала бізге ниетімізді түзеуіміз үшін Анфал сүресінде үйретеді. Туридуна арадат дуния. Сендер осы дүниенің несібесін, ризығын қалайсыңдар дейді. Аллаху юридул ахира. Аллах тағала сендер үшін ақыретті қалайды дейді. Сондықтан ақырет бақытты болу үшін, ол бақытты осы дүниеде Аллаға бойысыну арқылы жасаймыз. Ол бақыт жаңағы дұғада жасырылып тұр. Мен үшін қандай нәрсе жақсы деп білсең, сенің біліміңде, менің емес, мен қызыққан нәрсе емес. Сенің біліміңде, Раббым, мен үшін нені жақсы деп білсең, соны маған бер. Бәлкім Аллах тағала біреуге таршылықты сүйетін шығар. Сол нәрсеге дейін менің жан дүнием келсе ала ма? Кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне қарайтын болсаңыз, Айша анамыз айтады, 3 күн қатарынан пайғамбарымыз бидай ұнынан піскен нанды жеп көрген емес дейді. 3 күн қатарынан нан жеу деген нәрсе өмірімізде болған емес дейді. Қараңыз, ең сүйікті құлына қандай жағдайды сүйген, нені ол үшін жақсы деп білген. Осындай дәрежелер бар, құрметті жамағат. Ал-Құдси хадистердің бірінде айтылғандай, «Инна мин ибади ман ла юслиху иманаху илля л-ғина» дейді. Менің құлдарымның ішінде тек қана молшылық қана оның иманын түзу болуына көмектесетін құлдарым бар. «Валау афқартуху ла афсадаху залика». Егер де мен оған таршылық жіберетін болсам, онда таршылық оның имани халін бұзып жібереді дейді. Сондықтан да мен оны молшылықта ұстаймын. Ол жақсы болғандықтан емес, ол білікті саудагер болғандықтан емес. Иманы құлап кетпес үшін мен оған пақырлықты жақындатпай тұрмын дейді. Сырын қараңыз қандай. «Ва инна мин ғибади ман ла юслиху имануху илля л-фақр». Ал менің құлдарымның ішінде тек қана таршылық халінде ұстасам ғана иманы түзу болатын құлдарым бар дейді. «Валау ағнайтуху ла афсадаху залика». Егер де мен оған молшылық жіберетін болсам, онда молшылық оның иманын, халін бұзып жібереді дейді. Сол себептен оған молшылықты мен жібермей тұрмын дейді. «Ва инна мин ғибади
мән ла юслиху иманаху илля сихха. Сондай-ақ менің құлдарымның ішінде тек қана денсаулығын сауғып қойсам ғана иманы түзу болатын құлдар бар. Валау амраттуху ла афсадаху залика. Егер де оған сырқат жіберетін болсам, жіберген сырқатым оның имани халін бұзып жібереді дейді. Сол себепті мен оны денсаулықты ұстап отырмын дейді. Ол өзіне бір салауатты өмірді ұйымдастырып алданып жүр дейді. Мен өзім денсаулығымды күшті қылып жүрмін деген мағынада. Яғни сол нәрселердің бәрін ұйымдастырып қойған Аллах Тағала. Ва инна мин ғибади мән ла яслуху имануху иллал марад. Сондай-ақ менің құлдарымның ішінде мен оған сырқат жіберуім арқылы иманы түзу болып жүрген құлдарым да бар дейді. Валау афайтуху ла афсадаху залика. Егер де мен оған денсаулық беріп қойсам, онда оған берген денсаулығым оның имани халін бұзып жіберуі мүмкін дейді. Инни удаббиру амра ғибади биғилми. Біліңдер, құлдарымның күллі істерін ұйымдастырып жүргізіп отқан менмін дейді, өзімнің білімім арқылы. Бима фи қулубихим. Яғни олардың жүректеріндегі нәрселерді білу білімім арқылы дейді. Инни хабирун басир. Расымен де мен әркім жайлы хабардармын, және әркімді көрушімін дейді. Мен сондықтан да дұғаның кезінде де белгілі бір жағдайыңыздың басқа сіз қалаған жағдайға өзгермей жатқандығын осы жерден біліңіз. Себебі бұл жағдай дәл қазір сіз үшін қайырлы біраз уақыт. Қашан сіздің иманыңыз молшылықты көтере алатын болса, бәлкім оны Аллах Тағала сізге берер. Әрбір біздің болып жатқан халіміз қазір біз үшін қайырлы. Себебі ол біз үшін ненің қайырлы екенін бізден жақсырақ біледі. Осы сұхбатымыз бәрімізге дұғаның мәнін, сәнін жүрегімізге бекітіп беруін тілейміз Аллах Тағаладан. Аллах Тағала осы Рамазан айындағы күллі дұғаларымызды қабыл алсын. Сатып алады дейді. Өз жанын сатып алады да оны